Досмұр деген ауылда біз Досмұр районда жүріп, Димчай көшесімен көтерілдік. Шок маркет деген жернен біз такси ұстадық. Таксимен Дим магарасына біз 14 минут көтерілдік. Аланияның тауларында көбінесе осындай теплицалар тұрады. Тауда тұратын түріктер шаруашылықпен айналысады. Мына жерде Алания Аладдин Кейкубат университеті орналасқан. Кейбір адамдар ақша үнемдеу үшін университетке дейін автобуспен келеді. Осы жақтан олар Дим магарасына жаяу көтеріледі. Сонымен Дим магарасына жету үшін бірнеше жолдар бар. Бірінші, такси немесе арендаға алынған автокөлік. Екінші, турпакет немесе сафари турмен баруға болады. Бір жағынан сіздер көптеген адамдардың графиктарына байланысты боласыз. Үшіншіден, жаяу баруға болады. Сіздер осы автобустармен Алкю университетіне дейін жетіп, содан Дим магарасы деген указательдан 3-2 километр жоғарыға көтерілесіз. Осы жердің ауасы өте керемет. Осындай көріністі көру үшін осы жерге міндетті түрде келу керек. Мына баспалдақтардан біз пещера жаққа мінеміз. Осы әжетханаға қалаған соманы қалдыруға болады екен. Іші тап-таза. Қолдан жасалынған нәрселерді кездестіруге болады. Ересек адамның басына билетінің құны 60 лира. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Үңгірдің ішінде атмосферасы өте ерекше. Дим үңгірі Аланиядан 12 километр жерде орналасқан. Джебел Рейс тауының етегінде. Дим үңгірі Түркияда ұзындығы бойынша 2-ші орында тұр екен. Европада ең ірі болып саналады. Осы үңгір табиғи кереметтілігімен әркімді таң қалдырады. Жыл бойы үңгірдің температурасы қалыпты болады. 18-19 градус. Үңгірдің іші өте ылғалы. Ылғалдылықтың өлшемі 90%. Үңгірдің ішінде жүрген кезде қиял әлемінде жүргендей сезінесіз. Үңгірді асықпай аралау керек, атмосфераны сезіну үшін.
Кейін шай ішуге отырдық. Шайдың құны 15 лира. Айтпақшы, тауға барған кезде супермаркеттен жейтін нәрселеріңізді өзіңізбен бірге алып кеттіңіздер. Себебі тау жақта осы нәрселер 2 есе қымбат болады. Аланияда қараша айында туристік сезоны бітеді екен. Сол үшін Дим мағарасында адам аз болды. Мына жақта су ағады екен. Вау, қандай әдемі. Су салқын шығар. Су мұздай. Осы кафеде тамақ екен. Енді ары қарай жайылып түсеміз тағы да. Мына асқабақтан мынандай нелерді істейді екен. Сосын солай кептіреді да, үстінен сурет салады. Кактустағы өсетін не сияқты ғой? Жеміс жидек. Ағаштан жасалған. Біз KFC жеп алып, мына жаққа келдік. Видео пайдалы әрі қызықты болды деп үміттенемін. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.